Армағайын бармысыз? Құрметті кітап құмар қауым. Бүгін біз Ақберен Елгезектің Дардай атты шығармасына шолу жасаймыз. Шығарма басталған бетте өте қарапайым сахналардың сипатталуымен басталады. Қарапайым отбасы, қазақ отбасы, құрылысшы Бекет, әйелі Рауза, 3 баланың ата-анасы. Алатаудың етегінде бір жерде жалдамалы пәтерде тұрып жатқан, өздерінің нәпақасын қара жұмыспен тауып жүрген осындай жандар, бұндай миллиондаған жандар бар. Ешқандай ерекшелігі жоқ. Бұлар неге бұлар туралы жазып жатыр деген сияқты басында бір сұрақ болады. Бірақ бұл отбасының жағдайы бір түндік оқиғамен өзгеріс сала береді. Осы кезде шығарманың бір радикалды өзгерістен етті сюжетті. Сөйтіп сізді толығымен шығарманың барлық оқиғасына баурап әкетеді. Сіз одан кейін әрі қарай не болады екен деген аса бір үлкен қызығушылықпен, жеке өз басым бір ынтызарлықпен оқыдым. Бір түнде өзгерген не еді? Бір түнде өзгерген ол Бекеттің физикалық өлшемі еді. Ол бір түнде 81 метрге жететін, басының үлкендігі бір коттедждің үлкендігіндей болатын бір алып қайналып кетеді. Әрине оның белгілі бір себебі бар еді. Шығарма барысында жазушы оны атап өтеді. Сөйткен алып, мынау тау көтерген толағайдай белгілі бір миссиямен келгені белгілі еді. Бекет енді оның ендігі жердегі аты Дардай болады, себебі халық оған Дардай деген лақап ат қойған болатын. Сөйтіп ол еліне көмектеседі. Тіпті шығарма бойынша негізі Бекет сан түрлі сынақтан өтеді. Әр түрлі алпалысқа, шайқасқа түседі. Бірінші ол Алматыға жақындап қалған қар көшкінін тоқтатады. Одан кейін селді тоқтатады. Тіпті халықты езіп, жаншып таптаған әділетсіз билеуші Байзардың өзімен жеке жекпе-жек шайқасқа түседі. Оның алдында тіпті ібілістің өзімен арпалысады. Бұның ішінде менің ойымша ең қиын шайқасы осы Бекеттің анау Байзармен емес, немесе қар көшкінін тоқтату емес, не басқа шайқастар емес, бұл ібіліспен арпалысу еді. Себебі ол жерде күштер тең емес, ол жерде физикалық күштің ешқандай мағынасы жоқ еді. Ол жерде негізі тылсым күш, зұлым күштер көбіне ол арамдыққа, арамзалыққа сондай бой сүйейтін, алдаумен, арбаумен өзінің құрбанын немесе қарсыласын сондай тізе бүктіруге талпынатын зұлым күштер ғой. Сол жерде кішкене Бекеттің біз әлсіздігін көріп қаламыз. Оның ақыл есінің бір алдамшы дүниеге алданып қалғанының куәсі боламыз. Бірақ дегенмен де ол жерде Алланың рахымы түсіп, әрине Бекет ібілісті де соңында жеңіп шығуға болады. Әрине бұл жерде біздің батыстық шығармалар бар ғой, Супермен жайында, Спайдермен болсын, Супермен деген сияқты осындай бір адам мен күші алып, күштің ортасындағы бір мақұлық дейміз бе, не деп айтамыз, яғни жаратылған бір жанды дүниенің күшін көре аламыз. Бірақ бұл жерде жазушының посылы, ол жіберіп отырған месседж, негізі кез келген адам алып бола алады, Дардай бола алады, бірақ оның күші тек қана оның қуаты ол Аллаға байланысты, Алланың рахымына байланысты. Яғни тіпті Бекеттің өзі қаншама шайқаста болып, ол жерде жеңіске жетіп жатқанымен, ол жеңістің артында әрине ол Алланың рахымының арқасында жетіп жатыр дейді. Яғни ол жердегі тылсым күштің иесі, негізінен алып тұлғаның иесі ол Бекет емес, ол Бекеттің арқасында тұрған 18 мың ғаламды жаратқан ол Алланың күш қуаты. Соның
рахым, нұры, шапағатының арқасында Бекет әрине өзінің жауларын тізе бүктірді. Әрине ол өзінің халқына қорған бола білді. Яғни сосын атап өтерлік жай, енді кез келген шығармада бізде басты кейіпкердің өзінің көмекшілері болады. Әрине Бекет те бұл жолда жалғыз емес еді, оның көмекшілері бар. Мысалы, біз аламыз Гарри Поттер. Гарри Поттердің қасында екі досы бар, Гермиона және Рон. Сол сияқты, егер грек мифологиясын алып қарайтын болсақ, Есонға мынау қойдың алтын терісін алып беру көмектескен әрине ол сұлу қыз Медея болатын. Кез келген кейіпкердің осындай фильм болсын, көркем әдебиет шығармасы болсын, ол жерде оған көмектесетін белгілі бір тұлғалар болады. Бұл шығармада Бекетке көмектескен жан, оның тілеуін тілеген жан, отбасының, әйелінің тысында ол Зақан молда болды. Намазын бірде-бір рет қаза қылмаған, ілімі, білімі бар, сопылық ұстанымды ұстайтын сондай кішкентай ғана қазақы Зақан молда деген кісі. Сол кісінің дұғасымен, сол кісінің қолдауымен бізде де Бекет соның іліміне сүйене отырып, әрине өзінің жауларын тізе бүктірген болатын. Міне сондай тұжырым. Кітап әрине өте қызықты. Бұл жерде автордың өзінің жеке стилистикалары да бар. Мысалы, әрине бұл көркем шығарма ғой, бұл жерде тіпті басында дисклеймер да бар. Бұл жердегі кейіпкерлер, немесе жер су атаулары деген сияқты есімдер, олардың барлығы өмірде жоқ. Бұл автордың қиялынан туған дүние. Егер де бір ұқсастықтар көріп жатсаңыз, бұның барлығы толығымен бір кездейсоқтық деп түсініңіздер дейді. Белгілі бір прототиптарды әрине сіз білесіз, себебі біз Қазақстанда өмір сүріп жатырмыз. Ондай жерлер бар, және ол үшін негізі авторға соны бүйтіп бүркемелеп, әдемілеп берген үшін негізі басты ұғымдарды қоғамдағы немесе басты мекемелерді бүркемелеп берген үшін кейбір есімдерді анаграмма ретінде берген үшін автордың шеберлігіне сіз сүйсінесіз. Әрине сіз біліп тұрсыз, бұл ойдан шығарылған, бірақ оның шынында да өмірде, дүниеде бар екенін де білесіз, сезесіз, бірақ тап басып айта алмайсыз деген сияқты, құйрығын ұстай алмайсыз деген сияқты. Сондай дүние. Одан кейінгі бұл шығарманың ерекшелігі бұл сюжеттік құрылым. Яғни сюжеттік құрылымы негізі күрделі мен үшін. Себебі бұл жерде бірнеше оқиға параллель дамып жатады. Ол Бекеттің басынан кешіп жатқан дүние, оның ішкі монологы, жан дүниесі, одан кейінгі Зақан молданың ішкі монологы, тылсым дүниемен диалогы, одан кейін мысалы америкалық шпиондар, олардың өзара диалогы, монологы, Ресей жандаралдарының бір белгілі бір монологы, ол контекст бөлек. Одан кейін Қазақстанның мемлекеттің және билік жүйесіндегі адамдардың контексті, яғни осындай бірнеше контексттегі оқиғалар бір-бірінен тәуелсіз түрде дамып жатады, бірақ шығарманың соңына қарай осының барлығы бір арнаға келіп ұштасып тоғысады. Енді оны осындай әртүрлі шығармалар, әртүрлі контексті бір арнаға тоғыстыруда ол автордан белгілі бір шығармашылық шеберлікті қажет етеді, және Ақберен Елгезек оны өте тамаша орындады деп мен айта аламын, қарапайым оқырман ретінде. Сондықтан кітапқа 10-10 деген баға береміз. Егер әлі оқымасаңыз, оқуға асығыңыз деп айтар едім, оқуға тұрарлық кітап. Одан кейін бұл, егер кітапқа заказ беретін болсаңыздар, кітаптың алдыңғы бетінде автордың жеке өзіндік қолтаңбасымен келеді. Бұл жерде Алланың панасында болыңыз деген сөз жазылған екен. Мен айтар едім, айналайын, Ақберен Елгезек ағай, сіздің жарыңыз Дина Елгезек апай, сіздер де Алланың панасында, сіздің балаларыңыз, ұрпақтарыңыз барлығы Алланың панасында болсын. Одан кейінгі бір ұнатқан тұсым бұл кітапта. Алғы сөзде авторға бұл кітаптың сюжеті аян ретінде берілген баяндалады, және ол
түсін өзінің жарымен бөліскен кезде жары бір дегенде ноутбугын алып келіп осыны қағазға түсір деп талап қойған екен. Сондықтан айтады, негізі бұл шығарманың дүниеге келуіне менің әйелімнің ықпалы әжептәуір болды деп. Және осы шығармасын өзінің асыл жары Дина Елгезекке арнайды екен. Керемет, мен өмірімде бірінші рет осы қаншама қазақ классиктарын оқыдық, өзінің әйеліне шығарма арнаған авторды көріп отырмын. Бұл сондай бір жан тебірентер, жүректі тебірентер бір сый деп ойлаймын. Мен ойлаймын, Дина апайға кез келген Cartier білезіктен немесе гауһар тасты сырғадан осындай бір сөз маржанынан құрастырылған шығарма шынында да үлкен бір сый болған шығар деп ойлаймын. Сондықтан құрметті кітапқұмар қауым, ертең бізде кітап алмасу күні ғой, халықаралық. Сол кітап алмасу күнімен сіздерді құттықтаймын. Сіздер де кітапқұмар қауым, Алланың панасында болыңыз, сау саламатта болыңыз. Егер менің жазып жатқан дүниелерім, шығарып жатқан дүниелерім сіздерге ұнайтын болса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Сау саламатта болыңыздар.